оқушылар қазір бірінші топқа бөлініп алайық. Топқа бөліну үшін мына жерде жебе тұр. Осы қорамсақтан жебені алып, кімге қай топ түседі, осы жебені нумерация көрсетілген 1, 2, 3 деген. Кім қандай момент алады, сол топқа жайғасып түсінікті ғой. Келіңіз, бірге алайық. Қазақ хандығында ең ұзақ ел басқарған билеуші әрі Қасым ханның ісін жалғастырушы болып саналады. Хақназар хан. Жақсы, олай болса бүгін сабағымыздың тақырыбы Хақназар хан тұсындағы қазақ хандығы. Біз алдыңғы сабақта біз өткен болатынбыз. Қасым хан тұсындағы қазақ хандығы. Жалпы Хақназар ол Қасым ханның ұлы. Енді бүгінгі сабағымызды зерттеу сұрағы неліктен Хақназар хан билеген кезеңде қазақ хандығын қайта жаңғыру деп атаймыз. Оқу мақсаты қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау және қазақ хандарының саясатын талдау. Бүгінгі сабақта біз 1520-1580 жылдарда қазақ хандығының саяси жағдайын, сонымен қатар Хақназар саясатының негізгі бағыттарын, мемлекетті нығайтудағы қызметін, Қасым хан мен Хақназар ханның саясатын салыстырып, олардың қызметіндегі ұқсастықтарын анықтайтын боламыз. Жалпы бағалау критерийлерін білесіздер сабақтың. Тақырыпта тұр 5-6 ұпай алсаңыздар 3 деген баға, 7-8 ұпай 4, 9-10 деген ұпай алсаңыздар 5 деген баға аласыздар. Жалпы ол сіздерге таныс, тағы қайталанады. Жалпы Хақназар хан. Хақназар хан Ұрыс ханның ұрпағы. Ең бастапқыда Ұрыс хан деген Ақ Орда мемлекетінің билеушісі болған білесіздер. Кезінде қазақ хандығы құрылмай тұрып, Шыңғыс хан біздің жерді жаулап алғаннан кейін Жошы хан ұрпақтарына Жошы ханға жалпы Жошы ұлысы деп бір ұлысты бөліп берген болатын. Осыған байланысты Жошы ұлысының ұлдарының арасында жаңағыдай бөлініс болды, Алтын Орда, Ақ Орда деген сияқты. Осылайша Ұрыс ханнан келіп Хақназар тараған. Қасымның ұлы Хақназар. Түсінікті, иә? Қасым хан, білесіздер, алдыңғы сабақта өттік. Қасым хан өте мықты саясат жүргізген. Қасым ханның қасқа жолы деген жаңағыдай заңдар жинағын шығарды. Сыртқы саясатында көршілес мемлекеттермен жақсы жаңағыдай байланыста болған, сонымен қатар жаулаушылық әрекеттерін жасаған билеуші болған. Осы Қасым ханның кезіндегі Қазақстанның территориясы назарларыңызда тұр. Жалпы мына жақта батысында Жайыққа дейін, шығысында Балқаш көлінің арғы жағында және оңтүстігінде Сырдария өзенінің жағалауына дейін, солтүстігінде Ертіс өзенінің жағалауына дейінгі жерді алып жатқан еді. Енді Қасым хан қай жылы қаза тапты? Бір деректерде 1521 деп беріледі, бір деректерде 1518 деп беріледі. Енді біздің кітапта 1518 деп берілген. Қасым хан қаза тапқаннан кейін жалпы елдің ішінде таққа талас, алауыздық пайда болады. Қазақ хандығының батыс жағынан Ноғай ордасы біртіндеп қазақ хандығына қарсы жорықтарын бастайды. Қазақ хандығының ішінде осылайша 3 бөлікке бөліп кетуіне тура келеді. Бұл жерде Қасым ханның інісі Тоғым хан, Қасым ханның жаңағыдай несі бауырлы Жәдік деген соның ұлы Тоғым, және Әдік деген тағы да бауырлы соның ұлы Тахир, және қазақ Қасымның ұлдары бір бөлек бөлінеді. Жалпы қазақ территориясы, қазақ ұлысының территориясы 3-ке бөлінеді. Осылайша елдің ішінде азамат соғысы туындайды. Азамат соғысы туындағаннан кейін Қасымның ұлдары жалпы Ноғай ордасының қатарына қосылады да Тоғым мен Тахир арасында қазақ жерінен талас басталады. Тоғым мен Тахир жаңа айтып кеттік, жалпы Қасымның інілері деген. Тахир Моғолстан жақпен байланысы мықты болады. Туысқандық байланысы, осыған байланысты Моғолстан тарапынан Тахир ұлысына саяси көмек беріп отырады. Бірақ Тахир жалпы өте жаңағыдай қатыгез, жаңа Мұхаммед Хайдар-Дулати еңбегінде айтылған қатыгез, сондай жаңағыдай сөзге ешкімге келіспейтін билеуші болған. Соған байланысты Моғолстан билеушілеріне сөзге келіп болады. Моғолстандықтардың тарапынан жорық басталып, тарапынан Тоғым ұлысынан жорық басталып, ақыр соңында Тахир біраз биліктерінен айырылды.
дайындық қалғаннан кейін тобыл күшейе бастайды. Сонымен қатар тобыл күшейіп қана қоймай, ноғай ордасына қарсы батыстағы өзінің жоғалтылды. Осы тұста Ноғай Шайбани, яғни бұрынғы Мәуереннахр жері, бұрынғы Әмір Темірдің мемлекеті, Шайбани және де Моғолстан мемлекеттері өзара әскери коалиция жасайды. Коалиция дегеніміз бір мемлекетке қарсы екі немесе үш мемлекеттердің одақ құрылуы. Тобыл ұлысының қатты жаңағыдай күшейіп кетуінен қауіптенген үш мемлекет өзара келісімге келеді да үш жақтан бір мезетте жорық жасаймыз деген жоспар жасайды. Осы жоспарға байланысты Тобыл ұлысына қарсы үш жақтан жоспар жаңағыдай қысым жасалады. Сөйтіп бұрынғы кездері керемет бір үлкен территорияны алып жатқан қазақ хандығы тоқыраудың алдында тұрады. Дәл осы кезде билік басына Хақназар хан келеді. Хақназар хан Қасым өлген жылы жасы кішкентай болған билік берілмеген болатын. Енді кішкене ер жеткеннен кейін 1538 жылы билік басына келген Хақназар қазақ территориясын қайтадан осындай деңгейге ұлғайтады. Енді ол қалай ұлғайтты және бұл жағдайға қалай жетті, сыртқы ішкі саясаттар қалай болды, сол туралы бүгін тақырыпта талқылайтын боламыз. Сыртқы шапқыншылыққа қазақ хандығы біршама әсер етті. 1521 жылы әкесінің орнына хан тарта отырған Мамаш көп ұзамай хандық ішіндегі өзара қырқысу ұрыстарының бірінде қаза табады. Бұдан кейін 1520 жылы таққа Қасым ханның немересі Тахир отырды. Бұл кезеңде көрші мемлекеттермен, соның ішінде Моғолстан, Ноғай ордасы және өзбектермен қарым-қатынас шиеленісіп, жағдай қиындай берді. Қазақтар жерлерінің бір бөлігінен айырылып, тек Жетісуда ғана билік құрды. Бұлғар ханы екінші Абдаллах пен Ташкент әміршісі Баба Сұлтанның арасында басталған өзара таластар Сол уақытты көзеймін. Хақназар хан ұсынған қазақ хандығы деген тақырыпты ашты. Ханның жалпы саясаты сәтті жақтан және сәтсіз жақтан жазатын болса, үшінші мәтінді тапсырма Хақназар ханның қазақ тарихындағы рөлі және Қасым хан мен Хақназар ханның саясатын ұстастығы туралы жазатын болса. Екінші топтың тапсырмасы және үшінші топ. Сонымен қатар тағы негізі болып қосымша ретінде қазақ хандығын аулаған мемлекет кезінде нығайту кезінде дұрыс саясаттар қолданады. Көршілес мемлекеттермен қарым-қатынасы жақсы болды. Солай ма? Ал енді әлсіз жақтары жарайды, жақсы келесі. Қазақ қоғамы үшін осындай мүмкіндіктер болды ма? Қауіп-қатерлер? Ресей мен Бұқара тарапынан қауіп шапқыншылықтардан. Жақсы. Қажет өсірді. Екінші топ.
жүрүшүнөн Түркистан сарайынан агастырып, бул жерлерде ката каналына түзүлдү. Жақсы. Қатысы тұстар қандай болып тұр? Жақсы. Үшінші топ? Хақназар ғасырдан кейін құлдыраған қазақ хандығын біріктіріп қана қоймай, оның шекараларын кеңейте алды. Қасым хан мен Хақназар хан, иә. Екеуі де қазақ хандығынан кейінгі ұшылды. Сыртқы жаулармен соғысып, дипломатикалық қатынасты орнатты. Мысалы, екеуінің тағы ұқсастық жағын қосып кетуге болады. Екеуі де Мәскеу князімен байланыс орнатқан екен, дос қатынасы, иә. Түсінікті ма? Жақсы. Біліп қойыңыз ба жерге жауаптарыңыз? Олай болса, бірінші топтың жауабын қалай хабарлайсыз? Басқарма арқылы қағаз белгілеп қалай бағалайсыздар? Жақсы ма, өте жақсы ма? Екінші топ қалай бағалайсыздар? Бірінші, үшінші топ, екінші топты қалай бағалайсыздар? Жауап. Үшінші топтың жауабы ше? Үшінші топтың жауабын қалай бағалайсыздар? Жарайды. Келесі біздің тапсырмамыз үйрету жұмыс. Қазір алдыңызда тапсырма екі жұп арқылы сіз екеуіңе үшеуін қойсын. Бірінші тапсырма бойынша Хақназар билігіне қатысы жоқ факторларды анықтаймыз. Жалпы Хақназарға қатысы жоқ. Төрт фактор дұрыс болады деп төрт балл берді максимально. Түсінікті ғой? Мына жерде қайсысы қатысы жоқ, соны анықтайсыздар. Екінші тапсырма бойынша көп нүктенің орнына мына керекті сөздердің арасынан біреуін қойып отырасыздар. Түсінікті ғой, иә? Үшінші тапсырма бойынша мынау төрт оқиға берілген, осы оқиғалар қай жылға қатысы бар? Плюс деп белгілеп кетесіздер. Әр дұрыс жауапқа 4 балдан максимально. Түсінікті ғой, жүргізу жұмыстың максимальды бағасы 4 балл. Бері қараңыздар. Дұрыс жауаптарды салыстырамыз. Астына бірден балын жазып кетіңіздер. Жарай ма? Қастарыңызда сыныптастарыңыздың балы. Бірінші сұрақтың жауабы 1511-1538 жылдар билік құрды деген фактор дұрыс емес. Себебі бұл кезде Қасым хан билік құрған. Дұрыс па? Хақназарға қатысы жоқ. Ол Керей ханның ұрпағы. Жалпы бұрынғы хан биліктен кеткеннен кейін Керейдің ұрпақтары хан сайланбайды. Бер бұрланыз, тыныш. Дұрыс па? Ол Жәнібектің ұрпағы. Сосын оның қол астындағы халық саны Мұхаммед Хайдар Дулати деректеріне сәйкес 1 миллионнан асты. Бұл да Қасым ханға қатысты дерек, Хақназарға қатысы жоқ. Сонымен қатар тарихшылар оны Қазақ-Орыс ханы деп атаған. Қазақ-Орыс ханы деп атаған бұл факторда дұрыс емес. Хақназарды Қазақ-Оғай ханы немесе Қазақ-Қырғыз ханы деп атаған, Қазақ-Орыс ханы деген фактор жоқ. Тескердіңіздер ме? Екінші тапсырма бойынша Хақназар ханның Абдаллахпен достық қарым-қатынасы Баба Сұлтанға қарсы бағыт салды. Екінші, Жәнібектің ұрпақтары Бұйдаш, Мамаш, Хақи. Хақназар хан Баба Сұлтан Түркістан мен Сауран қалаларынан ығыстырды. Хақназардың ұрпағынан бұдан былай ешкім хандық етпегендігі туралы жазған тарихшы Қадырғали Жалайыұлы. Тексеріп болып қой. Келесі. Бірінші, жорық жасаған кезеңнің ноғай ортасында 16 ғасырдың 60-70 жылдары 1579 жылы Хақназардың екі қолы Баба Сұлтанның қолынан қаза тапқан. 20-30 жылдары қазақ хандығын әлсір еткен билеушілер таққа отырған. Қасым хан өлгеннен кейін ноғай ордасы бірқатар маңызды өзгерістерді бастан кешірді 16 ғасырдың 20 жылы. Тексеріп па? Балдарын қойдыңыздар ма? Жақсы, осы қойылған бал бойынша енді жауап барыңыздарын өздеріне беріңіздер. Қойылған бал бойынша алдарыңыздағы өзіңіздің бағалау жүйесіне сағат тілімен максималдық балды қойыңыздар. Жақсы, балды қойып болсаңыздар, енді жеке жұмысқа назар аударыңыздар. Жеке жұмыс қазір сіздерге тест бойынша 5 сұрақ беріледі.
тестке жауап жазасыздар. Әрбір дұрыс жауапқа 1 балл есептеледі, жалпы балл 5. Тест сұрақтары алдарыңызға қарап шығамын. Осыған еңбек. Тексеріп өтіңіздер, кім қанша балл алды, өзіңіз бағалау жерге бағалап қойыңыздар. Түсінікті ғой? Әлем сұрақ. Жалпы бүгінгі тақырып түсінікті болды ма? Хақназар хан, Қасым ханнан кейін өзінің территориясын, мынау Сырдария бойына дейін жер оңтүстігінде, мынау шығыс жағында Балқаш көлінің арғы жағы, батыс жағында Жайық өзенінің арғы жағымен қосқан кезде, сонымен қатар мынау солтүстік жағы Есіл, Ертіс өзендерінің бойларындағы территорияны бағындырған екен. Сонымен бүгінгі сабақты қорытындылай кетсек, негізгі сұрақтар Хақназар хан әкесі Қасым ханның саяси бағытын жалғастырушы деп есептеуге болады ма? Есепті? Тұр жоқ. Екінші сұрақ, неліктен Хақназар хан жақсы ақын болды? Хақназар хан билеген кезеңде қазақ хандығын қайта жаңғырту деп атайды. Қасым ханнан кейінгі қазақ кереу жағдайда болған қазақ хандығын қайта жаңғырту сол себепті Хақназар ханды қазақ хандығын қайта жаңғырту. Егер басынан жарылмаңыздар, кітаптарыңызда аша және жарық текстер қойылғанын орындап көресіздер. Жазып алсаңыздар енді жалпы Хақназар ханның бұл әрекетін, тарихтағы бұл рөлін елдегі бірлік пен тұрақтылықты нығайтудағы бар күшін салған үйлеушілер алуға болады екен. Демек, бұл жаңағыдай біздің бірлік және тұрақтылықты сақтау деген сияқты тақырыппен біз байланыстырдық. Жазып алыңыздар ма? Енді кері байланыс алдарыңызда стикерді, сол стикерді бүгінгі тақырыпта мені түсіндіруге, мені үйренгеніңізге